Саламатсыздар ма оқушылар мен әріптестер? Бүгін біз тұрақты топ тақырыбына физикадан ұбт олимпиада есебін шығаратын боламыз. Суретте көрсеткен электр тізбегінің жалпы кедергісін анықтаңыз. Бұл жерде бізде 1 Ом, ортада мостик тұр, 3 Ом, 1 Ом, 1 Ом, 1 Ом. Енді бұл электр тізбегін шығару үшін біз мына екі жалғанған тоқ көзінен алыс жағынан бастап есепті құрастырып шығаруымыз керек. Бізде қараңыз, мына жерде плюс минус зарядталған, мына жерде тұрақты тоқ көзіне қосылған. Біз бұл есепті осы тұрақты тоқ көзіне қосылған жерден бастап алыстан бастап шығаруымыз керек. Бұл жерге алыс орналасқан резисторлар, міне мына 3 резистор. Бұл 3 резистор бізде тізбекте қосылған бір-біріне. Енді ол тізбектейдің формуласы бізде резисторлардың кедергілерін қосылады. Бірді бірге қос, 1 Ом, 1 Ом, 1 Ом, үшеуін қосамыз. Мына үшеуінің жалпы кедергісі бізде R деп жазып қояйық. Жалпы 1 деп жазып қояйын. Тең болады 1 Ом плюс 1 Ом плюс 1 Ом, 3 Ом болады. 3 Ом. Енді бұл жерде 3 Ом резистор болады, үшеу қосылады, ол мына резистормен параллель болады. Параллельдің формуласын жазайын. Жалпы 2 деп жазып қояйын. Параллель жалғанғанда олар үстінде көбейтіледі, астында қосылады. Сол кезде 3 көбейту 3 болады, астында қосылады 3 плюс 3. Бізде мына жерде 9, астында 6 болады. Оны 3-ке қысқартсақ, астында 2, үстінде 3 бөлінген 2 Ом. Бізде мына жерде 4 резистор қосылып, 3 бөлінген 2 Ом резистор беріп тұр. Ол мына 2 1 Оммен тізбекте жалғанған. Ал кәдімгідей R жалпы кедергісі ең соңғы бүкіл тізбектің жалпы кедергісі бізде тең болады 1 плюс 1 плюс 3 бөлінген 2 болады. Ол бізде 1,5. Қоссақ 2 1,5, 3,5 Ом. Бұл біздің тізбектің жалпы кедергісінің формуласы. Басқа да осындай есептерді көргеніңіз келсе, маған тіркеліп кетіңіз.